Қымбатты көрермендер, біз тікелей эфирге қайтадан оралдық. Ал дәл қазір біздің студиямыздың қонақтары келіп жайғасқан. Бүгінгі студиямыздың қонақтары ерекше, себебі Сарыарқа самалы ұйымдастырып жатқан халықаралық тоғызқұмалақ сайысына қатысушылар Түркия елінен келген Мерве Картал, Моңғолия елінен келген Қожанияз Заманбек және Ауғанстаннан келген Теміралы Саят есімді қонақтарымыз келіп отыр екен. Ал қош келдіңіздер. Қазақстанға қош келдіңіздер десек. Иә. Таңғы көңіл-күйлеріңіз қалай жалпы? Жақсы, рахмет. Жақсы, рахмет. Жақсы, рахмет. Жақсы. Енді жалпы Қазақстанға бірінші рет келулеріңіз ба, жалпы ұнап жатыр ма? Қазақстан қандай екен? Сол туралы айтып өтіңіздер. Менікі бірінші рет емес, көп келдім. Маған Қазақстан ұнайды. Азаматтар жақсы, міндетті адамдар. Солай, маған ұнайды Қазақстан. Түркия сияқты. Түркия сияқты. Жақсы, аға. Екінші ватаным. Екінші одан сағыңызша, керемет. Аға сіз ше? Қазақстанға көп осы бәсекелер арқылы келіп жатамыз. Біз Моңғолияда ұлттық спортын дамыту жағынан да біз де атсалысып жатамыз. Ұлттық спортқа бізді көптен шақырады, келеміз, қонақжай, жақсы, рахмет бәріңізге. Ал сізге ше? Армысыздар, құрметті көрермендер. Мен бірінші рет Қазақстан келгеніме, Қазақстан қонақжайлығы, Қазақстан халқының шетелге көрсеткен азаматы, құрметі, шетелдегі ғалымдарды және саяхатшыларды таң қалдырады. Қазақстан халқының құрметі және қонақжайлығы басқа елдерге қарағанда үлкен ережеде десем болады. Жақсы, тамаша. Енді сіздер таза қазақша сөйлеп отырсыздар. Ал енді бізде қызықты сұрақ туындап тұрған шығар, Бекбол. Жалпы қазақ тілін қайдан үйрендіңіздер? Сол туралы айтып өтсеңіз, Мерве ханым. Менің Түркияда қазақ достарым бар еді. Олар мен söyleştim, практика. Сосын Қазақстан'a келген кезде en birinci менің ойынша базарда үйреніледі. Базарда үйреніледі, тамаша. Бірақ грамматика тілі емес. Қарапайым сөйлеу тілі, иә? Түркияда солай айтады. Sokak тілі деп айтылады. Солай жақсы, бірақ оңай. Birinci рет мен ойладым, o Қазақша қиын. Маған ұнамайды деп. Сосын қазақ достарым мен сөйлестім. Сосын есімге солай. Мен түсінмесем де олар айтқан кезде қалай Türkçe sözler ұқсайды. Иә, түрік сөздер ұқсайды, жақсы. Солай үйреніп кеттіңіз? Иә. Жақсы, қазір енді. Жоқ, енді қазір де байқап отырсақ, Бекбол, қазақша жақсы сөйлейтін сияқтысыз, иә? Керемет сөйлейсіз. Апанық, кәдімгі. Ал сіз ше? Сіз қалай үйрендіңіз? Мен бірінші рет келгенде қазақша ешқандай еш сөз білмейтін едім. Сосын қазақ тілі маған ұнады, қызық көрінгені үшін мен қазақша тілін тез үйренуге әрекет жасадым. Біздің тіліміз арабшаға жақын да фарша тілі. Сол үшін өте басқа бір тіл ұқсамаған. Бірақ қазақ тілі бай тіл, қызық болғаны үшін мені қызығымды шеккені үшін мен тез үйренуге әрекет жасадым. Достарыммен сөйлеседім, базарға шыққанда қазақша мен білмегенімге олар маған көмектеседі. Кейбір елдерге шынын айтқанда, сіз қате сөйлесеңіз, олар айтады, сөйлей алмай екен анау мынау деп, бірақ Қазақстан халқын айтып береді, анау бұл дұрыс деп бізге үйретеді. Иә, енді қонақжайлылығымыз екен осыдан білініп тұрған шығар. Жалпы енді халықаралық жарысқа келіп отырсыздар, жалпы қалай болып жатыр? Кеше бірінші туры өтті, иә? Жалпы қалай болды? Бүгін қорытындысы шығарылады өтем. Соған тоқталып өтсеңіздер. Аға. Рахмет, бүгінгі осында отырысымыздың өзі маңызды енді. Мына жерде Сарыарқа самал газетінің 90 жылдық мерейтоймен барлық осы павлодарлықтарды құттықтаймын. Осы Сарыарқа самалының 90 жылдық мерейтоймен бізге шақыру беріп, осы үлкен турнирге шақырған павлодарлық тоғызқұмалақ федерациясына көп рахмет етеміз. Біздің Моңғолияда 100 мыңдай қазақ бар. Бәрі салтын, тілін сақтап, аман-есен жүріп жатыр. Осы кешеден бері турнирге жақсы қатысып жатырмыз. 9 бала келгенбіз, спортшы. Солар енді жақсы алды 4 жеңіспен, арты 2 жеңіспен жақсы жүріп жатыр. Ұйымдастырудары да жақсы. Үлкен шахмет кешенесте бізге ұнап жақсы жүргізіп жатыр. Негіз көңіл күйіміз жақсы. Рахмет айтамыз. Сіз енді жаттықтырушы ретінде келіп отырсыз ғой? Солай ма, қателеспесем? Жаттықтырушы, екінші жағынан біз балаларды дамыту, ұлттық спортты дамыту жағынан көп атсалысамыз біздің енді Байбөбек аймағында, Моңғолияның. Соны мен білім мәдениет орнының осы спорт жауаптанған маманымын.
сол жақтан көп атсалысамыз, енді балалар сол дамыту, елін көрсету, ұлттық спортын көрсету үшін алып келдік. Жақсы, тамаша. Енді сіздер үшін қалай болып жатыр жалпы сайыс? Кеше bir gün oldu. Ben bir oyun aldım. İlk öğrengen kezde kıyın. Kişkentay, kumalak degen. O sıra birinci ret çüt bilgen bir bala var idi. Ben osunu jendim. Sosun koyandım. Ben oyunda tüsünem de. Sosun bir hafta oynadım. Sosun sotkamda oyunda aldım. Solay oynadım. Bölmede dostlarımla jatkan kezde oslar söylesedi. Ben oyun oynayayım. Mağan oynadı Kazakistan'ın ultluk oyunu. Türkiye'ye misal 9 kumalaktın nersesi var koy. Osunda aparam üyüme dep oylayın. Mağan öte oynadı. Алып кетпекші ойыңыз бар? Иә. Жақсы, тамаша. Ал сізге? Мен бірінші рет келгенде ол тоғызқұмалақты білмейтін едім. Бізге тренеріміз Дауран клуб Қасымхан ағай бізге осы жерден біздің универге 25 мемлекеттен келіп оқып жатыр. Айтып өтсеңіз, Түркістандағы деймін? Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи университетінде 25 мемлекеттен келіп оқып жатыр. Сіз 25 мемлекеттен келіп оқып жатқан студенттерден барына Қасымхан ағай сабақ өткізеді. Тоғызқұмалақтан үйретіп, сол енді маған қызық болған үшін мен тоғызқұмалақты үйренуге әрекет жасадым. Енді 1,5 жыл болды тоғызқұмалақ ойнап жатырмын. Кеше де ойын басталғанда жақсы ойын көрсеттім. Енді мүмкіндік болса бір ережеге етемін деп армандаймын. Жақсы, керемет. Жалпы осы Қазақстан тоғызқұмалақшыларының деңгейі қалай екен сіздерге? Иә, соған тоқталайықшы. Жалпы олар сіздермен бірге ойнай ма, әлде сіздерден кішкене жоғарылау ма? Соған тоқталып өтсеңіздер. Өте жақсы менің ойымша. Өте жақсы. Енді бұл қазақ елінің өзінің ұлттық спорты. Бұл жерде Қазақстан спортшылары жақсы ойнайды. Олардан үйренетініміз көп, көріп үйреніп жатыр балаларда. Ары қарай табыс тілейміз. Мен енді 2-3 жарыс болып қатыстым. Ол Қазақстан, мысалы, азаматтары, Қазақстан ойыншылары дүние бойынша 4-5 рет болды, ол бірінші орында тұрып жатыр. Өткенде 3-ші дүние көшімендер ойыны болды Қырғызстанда. Бұл жерде Қазақстан командасы бірінші орында алды. 81 мемлекет арасында болды жарыс. Үлкен жарыс болды. Сосын, мысалы, 4-ші әлем чемпионаты Астанада болды. Бұл жерде Қазақстан азаматтары бірінші орында алды. Енді ол айтқанда дүниежүзілік танып тұр ғой, тоғызқұмалақтың ойысы Қазақстаннан шыққанда енді қазақ. Сол үшін біз енді қазақ ойыншылардан бір нәрсе үйренейік деп сондай тырысамыз. Себебі олар енді мастер, тоғызқұмалақ мастерлер, кітап шығарған. Мен осы қазір Мақсат ағай деген біреу бар, осының кітабын мен оқып жүрмін. Осы Қазақстан ойыншылардан шыққан, мен осының кітабын оқып бір нәрсе үйренейін, өзімге бір нәрсе алайын деп. Жақсы. Енді жалпы қарсыластарыңыз кеше қандай болды? Бір өздерінің бір қулық сұмдығын асырып кету деген болды ма? Қалай болды жалпы ойын? Аға, сіз өтсеңіз. Рахмет. Жалпы Қазақстан балалары ережесін, ойнайтын комбинациясын бәрі жақсы. Біздерде сол мықтылығын көрсетіп жатыр. Біз енді кішкене өзіміз шетелде тұрып, соның тоғызқұмалақты үйрену жағын талпынып жатырмыз ғой. Қазақстан балалары жақсы. Ол жақтан енді айтар жоқ отырға. Рахметтен басқа ары қарай табыс тілейміз. Жақсы ойнайды. Жалпы осы сіздердің елдеріңізде дейікші, тоғызқұмалақ ойыны қаншалықты дамыған? Жалпы жиі ойнатылып тұра ма? Енді біздің Монғолияда 100 мыңдай халық бар, қазақ. 43 орта мектеп бар. Солардың арасында біз осы тоғызқұмалақ дамыту үшін бағдарламасы әрбір мектеп басына сол тоғызқұмалақтың үйірмесін ашамыз. Бізде ойнайтын жастар, балалар, ересектер көп. Енді бізді дамыту үшін біз Монғолияда бірінші рет халықаралық жүргіздік, екінші рет азиялық осы бәсекелер жүргіздік. Көп шетелден азиялыққа қатысып жатыр. Енді соның бәрі біз сол тоғызқұмалақты дамытып жатырмыз. Өз ойымыз жақсы, бізде даму. Енді Аллаға шүкір, енді қазағымыздың ойынын дамытуға атсалысып жатамыз.
Жақсы, енді Меруерт ханым сізден сұрағым келіп тұр. Жалпы Түркиядағы қазақтардың арасында осындай тоғызқұмалақ ойыны жалпы ойнатылып тұра ма? Жалпы содан хабарыңыз бар ма? Ya бар, қазақтар ойнайды. Мен қазақ досым болмадан кейін естіген жоқпын, білмедім. Бірақ досым айтты, бірақ ойнай алмадым. Осы заттың аты осы жоқ еді. Соткадан көрсетті, бірақ қызық емес деп ойладым. Сосын Қазақстан'a келгенде қызық болды маған. Türkiye'de adamlar oynar mı bilmeyeyim, şunu айтам. Birinci rет Kazakistan'da oynadım ben. Жақсы, енді сіз Қазақстанға келдім деп айтып отырсыз, жалпы осында бір оқу оқисыз ба, қандай? Қожа Ахмет Яссауи. Сіз де оқып жатырсыз, иә, Қожа Ахмет Яссауи. Екеулеріңіз бір жерде танитын шығарсыздар бір-бірлеріңізді? Танимыз. Енді ол жерге көп ұлттар бір-бірімен жақсылықпен, достықпен өмір сүріп жатыр. Ол 20 мемлекеттен жақсылықпен бір-бірімен жақсылық көрсетіп, достық, ықылас көрсетіп өмір сүріп жатыр. Енді барымыз бір-бірімізді танып, танысып алғанбыз. Біреу Болгариядан келген, Албания, Турция, Азербайжан, Афганистан, Тажикстан елдерінен келген студенттер бар. Қымбатты телекөрермендер, біз тікелей эфирге қайтадан оралдық. Ал дәл қазір студиямыздың қонақтарымен сұхбатымызды оның әлімен жалғастырсақ. Егер де сауалдарыңыз болатын болса, 55-76-40 біздің байланыс телефондарымыз, сонымен қатар WhatsApp желісі 87-274-90-97. Қонақтарымызға қояр сауалдарыңыз болса, бізге хабарласыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Ал енді сауалымызды жалғастырсақ, сұхбатымызды жалпы тоғызқұмалақтан басқа да бір қазақ халқының бір ұлттық ойындарын ойнайсыздар ма жалпы университет қабырғасында? Мен келгеніме қазақ ұлттық ойындарынан, мысалы, бірінші рет тоғызқұмалақты үйрендім. Тоғызқұмалақ енді дүниежүзілік танылып жатыр, сол Қазақстаннан шыққан деп. Кейін асық, Қазақстан ұлттық ойыны асықты үйреттілер бізге. Асықты ойнаймыз, анда-санда біз достарымызбен сыртқа шығамыз. Қазақ балалар бізге, қазақ достарымыз асық алып келе, асық ойнаймыз, асық үйренеміз. Сол үшін асық бар Қазақстан ұлттық ойындарынан. Жақсы, асықты енді жақсы білесіз? Енді үйрендім, бірақ қазақта сияқты емес, жайша білемін. Олар енді күшті біледі ғой. Енді оқуды бітіргеннен кейін нақты бір үйренетін шығарсыз енді. Қанша жылға оқып бітіруге? 2 жыл бар. Осы жылмен 3 жыл бар десем болады. Екінші курспын. Екінші курс, жақсы, тамаша. Ал сізде, сіз ше? Мен де екінші курс. Екінші курссыздар. Қазақтың бір ұлттық ойынын білесіз бе? Шахмат, чуть-чуть. Шахмат. Türkiye'de de var. Türkiye'de de var. Satranç degen Türkçesi. Satranç. Türkiye'de az-maz bilen, olsun Kazakistan'da da dostlarım ben az-maz oynadım. Жақсы. Енді бізде WhatsApp желісіне SMS хаттар келген екен. Қарап көрейік. Жалпы мен де тоғызқұмалақ ойнауды үйренгім келіп жүр. Бұл ағаларыма, әпкеме қарап өте қуанып отырмын. Жалпы ұлттары басқа болса да қазақ тілінде еркін сөйлейді екен. Көптен көп рахмет дейді. Рахмет. Жақсы. Қымбатты көрермендер, тағы да хабарламаларыңыз болса, бізге жолдаңыздар. Біз сіздерге әрдайым жауап беруге тырысамыз. Жалпы қазақ ұлттық ойындардан мен мысалы көргім келіп жатыр. Қыз қу деген бар, мысалы басқа аттың үстіне былай не бұрады, үстінде мен бар, үстінде мен барып көрем, әрқашан көріп жүрген ұнайды маған қазақтың ұлттық ойындары. Қызықты шығар сіздерге? Мысалы қыз қу өте ұнайды оған. Тамаша, енді сіз өзіңіз қыз қуып көрмедіңіз бе? Олай. Атқа отырып алып бір қазақтың қызын. Осындай көргенмін жақыннан, басқа өте жақсы ұлттық ойындары бар. Көкпар, арқан тартыс, көкпар, асық ойнау. Жақсы, тамаша. Тоғызқұмалақ енді дүниежүзілік болып жатыр. Дүниежүзіне шыққан ол. Францияда болып жатыр, мысалы, тоғызқұмалақ. Басқа мемлекеттерден, Ауропа мемлекеттерінен, Германиядан келіп, ақш-тан келіп, Россиядан келіп ойнап жатыр бұл жерге мысалы. Тамаша. Жақсы, енді бүгін тоғызқұмалақ, бүгін енді соңғы күні деп жатырмыз, әлі 5 кезең қалды деп айтып жатырсыздар, жалпы. Енді кішкене бір ойларыңызда, бір саналарыңызда кішкене бір қорқыныш бар ма, әлде жеңем деп нақты бір өздеріңізге сенімдісіздер ма? Жалпы қалай ойлайсыздар? Бүгінгі күн қалай өтпек сіздер үшін? Жүрегімде болған женем деп ойлаймын, бірақ Kazakistan'ın oyuncuları öte жақсы. Мен
Bilmiyorum. Kuday kalasa жерем деп ойлаймын бірақ. Тамаша. Жалпы өзі біз осымыздың Кереку, Павлодар өңірін керемет жерлерін араладыңыздар ма? Біздің осы қала ұнап жатыр ма сіздерге? Ya Pavlodar mаған ұнады. İrtiş neydi var? Öte жақсы. İlk birinci осы жерге бардым. Türkiye'de de köp biledi осы azamattlarımız bizden. Rusya мен Kazakistan'ın sınırı деп айтылған. Өте дұрыс айтасыз. Енді Павлодарға бірінші рет келіп отырсыздар. Сіз аға? Иә. Сіз бірінші рет келіп отырсыздар. Бірінші рет келіп отырдық. Кеше өткенде біз достарымызбен Павлодар қаласына қыдырдық. Ертіс нehri бар, мысалы, сондай суреттерге түсіп, біз айтамыз қай жерде, біз айтамыз Ертіс nehri бар, осындай Павлодар қаласына келуді армандайды. Себебі бұл жерде көрікті жерлері бар. Қазір менің достарым айтып жатыр, біз кетеміз, университетімізді серге болса оқимыз. Қаламыз деп. Тамаша. Енді ұнап жатыр екен сіздерге. Кішкене енді Түркістаннан қарағанда салқындау шығар, суық шығар. Суық екен біраз. Енді ол солтүстік өңір болғандықтан сондай болады енді. Керемет. Жалпы осы шәкірт мәселесіне келсек, сіздерді кім үйретті осы нақты тоғызқұмалаққа? Kasımhan agayımız. Kasımхан Ya, ағайымыз. üniversitede bizim sabaklarımıza kirgen agay. Benim oyunca en birinci bolganı agaydı. Suyemiz soğusun 9 kumalakta. Тамаша. Жақсы, аға, енді сіз өзіңіз бапкер ретінде айтып өтіңізші, жалпы енді шәкірт тәрбиелеу қалай болып жатыр сіздердің Бай-өлке қаласында? Сол туралы кейіннен айтып өтсеңіз. Енді мына жерде осы қарындасым мен бауырыма рахмет айтамын. Біз қазақтың ұлттық өнерін сүйіп, нақсап үйреніп талпынып жатқандарға әлде осы кісілерге табыс тілеймін. Көп рахмет. Енді біздің Монғолияда тоғызқұмалақ енді 90-шы жылдары ғой деймін, содан бастап дамыды. Ол кезде бәріміз тоғызқұмалақтың атын жаңадан айтып жүрдік. Одан кейін азаматтар Қазақстанда оқыды. Енді интернет жүйелері бар, содан қарап жүріп үйреніп енді қазір әрбір мектепте сол бір жаттықтырушыдан дайын болды. Сол балаларға үйретіп, сол жақсы дамып жатыр енді. Яғни өз басым тоғызқұмалақтың негізін білемін, сол мен қолдаушы, соларға демеу беріп, осындай жолдары болады деп жүрейік деген жағынан көп көмек істеймін. Жақсы. Сол дамып жатыр бізде жақсы енді. Жалпы алдағы жоспарларыңызда тағы басқа да бір халықаралық деңгейдегі жарыстарға бару ойларыңызда бар ма? Шақырту болса болады дейсіз. Жақсы, енді Сарыарқа самалының ұйымдастырып жатқан байқауы сіздерге шақырту түсті ме? Қалай келдіңіздер? Қайдан білдіңіздер? Осы қызық болып тұр. Бұл Сарыарқа самалының турнирі қазір болып жатыр. Біздің кешеде болды. Мен де сондықтан Ауғанстаннан келген шетелдік студент ретінде сіздерді Қазақстан Павлодар қаласына Сарыарқа самалы турнирін шақырамын. Тамаша. Я, келіп қатысыңыздар дейсіз ғой. Келіп қатысыңыздар. Бізде Монғолияда жалпы қазақ ұлттық спорттың үлкен ұйымы бар, федерациясы. Этно спорт Монғолия деген сол біздің Бай-өлкеде тұрады. Соның ішінде жаңағы қазақ ұлттық спорттың бәрі кіреді. Көкпарымыз бар, тоғызқұмалағымыз бар, жаңағы аударыспақ, Қызғу, асық-ату. Сол бәрі спорттар, сол біздің сыртынан этно спорт деп жүреді. Соның үлкен орталық біздің Бай-өлкеде. Қазақ азаматы соны басқарады. Сол енді ұйымдар бізбен бәрі шетелдегі біткен сол ұлттық спорт ұйымдары қатынасып тұрады. Сол бізге тоғызқұмалақ ұйымына сол Сарыарқа самалының 90 жылдан осындай үлкен турнир жүреді деп бізге осы Павлодар тоғызқұмалақ ұйымы шақыру жіберді. Сол арқылы көріп, енді қазағымның бір елінің үлкен газетінің 90 жылда болып жатса бармасқа қалай енді шақыру келіп тұр деп алып келдік енді. Өйткені қуаныш, жақсы. Енді сіздерден басқа жаңағы міне енді Түркиядан, Ауғанстанның спортшылары қатысып отырсыздар ғой. Басқа да елдерден қатысып жатқандар бар ма осы тоғызқұмалаққа? Иә, әрине бар. Біз әр жарыста мысалы президенттік жарыс болады, халықаралық жарыстар болады. Әр елде мысалы 1-2 қатысушы келеді. Мысалы осы рет 4 қатысушы келді. Қытайдан келді, Азербайжан, Түркия, Ауғанстаннан келді. 4 елден келіп отырсыздар, тамаша. Бірақ
кеше өткен ойындарға біз 7-8 мемлекеттен келіп отырмыз. 9 мемлекет, 10 мемлекеттен, 2 қатысушыдан келіп ойнап отырмыз. Енді осы қазір бұл халықаралық жарыста 4 елден келгенбіз. 4 елден келіп отырсыздар. Тамаша. Енді өздеріңіздің елдеріңіздің енді атынан келіп отырсыздар ғой. Енді мысалы Түркиядан келіп отыр, Ауғанстаннан деп бір кеуделеріңізде бір мақтаныш сезім бар ма? Осы елімнің патриоты болып, осы 9 мықты жеңем деп бір жігерленіп келген шығарсыздар. Енді өзіміз о жерден бізде шығарып тастады ғой енді. Жеңіс әкеліңдер деп. Жеңіспен қайтыңдар деп енді сол әр елдің өзінің байрағы бар ғой. Соны деп бір желбіретіп қайтуға бәріміз мақсатпен келдік қой. Кебет, жалпы біздің енді эфирдің уақыты шектеулі болғандықтан енді біздің ел-бес ұжымына айтар жылы лебіздеріңіз болса, жалпы Павлодар халқына жылы лебіздеріңіз болса айтуға мүмкіндік бар. Жақсы, осы ретте қазақша айтып өтейік, одан кейін мен өзім түркше естігім келіп тұр. Сіз де айтып өтсеңіз өз еліңіздің тілінде. Ендеше, ал мархабат. Мен біріншіден айтсам, Қазақстан қонақжайлығы, қазақ халқының қонақжайлығы, қонақжайлық қазақ халқының ұлттық салт-дәстүрден бірі. Сонымен қатар адамдар арасындағы құрметті, сыйластықты, қамқорлық білдіретін, ол кісінің адамгершілігін білдіретін, ол қазақ халқының қасиеті екен. Ал екіншіден мысал қонақжайлығы ғалымдарды және саяхатшылар таң қалдырып отыр. Астан беру шынымен Қазақстан халқының басқа мемлекеттері қараған достық, ықыласы, жақсылық пен құрмет көрсету, қызмет көрсету барымыз таң қалдырған. Жақсы. Ал енді қазақ еліміз аман, еліміз тыныш, халыққа аманшылық болсын. Енді Монғолиядағы сол біздің халықтың атынан барлық қазақ еліне, Павлодар халқына, Павлодардың осы елбіз телеарнасын көрушілерге сәлем айтамын, барлықтарыңызға жақсылық. Рахмет. Қазақстан халқына konak жайлау үшін өте рахмет. Біздің ата-бабаларымыздың топырақтары, ya. Mən oylayım біздің қалай? Biz karındaşmız. Tamam. Аталасың. Türkçe aytsam olur mu? Ya Türkçe etmiştir biz ya kız. Biz kardeşiz. Hani ata topraklarımız bizim burası. Onlar çok bize misafirperver Türkçe'de. Yemek olsun, hoşgörü, bәрінде жақсылық istedi. Rahmet. Сондықтан мен де Ауғанстаннан келген шетелдік студент ретінде Қазақстан халқына, Қазақстан мемлекетіне, Павлодар қаласына, халқына шексіз алғысымды білдіремін. Егемен еліміз аман болсын, еңселі еліміз аман болсын, Қазақстан жеріміз аман болсын, тасқада гүл соғатын тегін заман болсын. Амин, өте керемет, жақсы. Бүгінгі енді эфиріміз біз үшін де, сіздер үшін де өте қызықты болды деп ойлаймын, Бекбол, иә? Бізде енді бірақ өкінішке орай уақыт өте шектеулі. Сондықтан уақыттарыңызды бөліп, қызықты сыр сұхбаттарыңызбен бөліскендеріңізге көптен көп рахмет. Бүгінгі сайыста барлықтарыңызға жеңіс тілеймін. Жеңіспен елдеріңізге аман есен қайтыңыздар. Сау болыңыз. Жақсы.